Биыл Мұхтар Әуезовтен кейінгі абайтанудың дамуына іргелі еңбек сіңірген көрнекті ғалым, әдебиетші, ақын, драматург, аудармашы Қайым Мұхамедхановтың 100 жылдығы елімізде кең көлемде аталып өтуде. Ол абай мұраларын насихаттауда өткен ғасырдың 30-40 жылдары өмірін қатерге тігіп, сол үшін жапа шегіп қуғын сүргінге түссе де ақиқаттан айныған жоқ. Әсіресе данышпан ақынның шәкірттері туралы сүбелі жинақтар шығарып, қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосты. Семейдегі Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетте абайтанушы ғалымның мерейтойына байланысты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған еліміздің белгілі әдебиетшілерімен бірге Ресей, ақш ғалымдары қатысты. Олар бүгінгі қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері мен қайымтану турасында жан-жақты пікір қозғап, баяндамалар жасады. Қайымның туғанына 100 жыл толып отыр. Ұстазымыз ардақты адал жан Алаштың ардақтысы, ұлтжанды азаматтың. Бірақ біздің білетініміз бұл 100 жылға толған мерекелі күн. Ал Қайымның еңбегі, оның идеялары ғасырларға кете беретіні сөзсіз.